Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Аяқтың ауруы көбінесе елеусіз өтетін жағдай. Себебі аяғыңызды кішкене созып отырсаңыз, немесе аяғыңызды жоғары көтеріп отырсаңыз, ауырғаны басылады. Алайда аяқ ауруына мән бермей жүруге болмайды. Себебі аяқ ешқашан себепсіз ауырмайды. Ол қандай да бір дерттің алғашқы белгілері болуы мүмкін. Әсіресе тізенің төменгі тұсы мен жанының ауруы адам денсаулығы үшін қауіпті. Аяқтың ауруына өздеріңіз білетіндей адамның қаны әртүрлі микроэлементтермен толтырылған. Бұл ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне ықпал етеді. Ал қанды қажетті элементтермен толтыру үшін күнделікті тұтынатын тағамға, жеміс-жидекке, көкөніске көңіл бөліңіз. Оған қоса ағзаны дәрумендермен, минералды затқа байытыңыз. Ал бұл заттардың тапшылығы көптеген дерттің тууына себепші болады. Мәселен, ұзаққа созылған диета, асқазан ішек жолдарының дұрыс жұмыс істемеуі, ағзаның қоректі заттарды жоғалтуы және кальций мен магнийдің жетіспеушілігі. Сондай-ақ несеп айдайтын және холестерин деңгейін төмендететін препараттарды шамадан тыс қабылдау және глюкокортикоидты гормональды заттарды қолдану. Физикалық күш салу, аяқ бұлшықеттерінің қабынуы, шіріншік аймағында түйіннің пайда болуы, варикозды кеңею, артроз және артрит, ретиопороз және остеомиелит деп аталатын сүйек қуысының инфекциясы, алкоголизм мен шылымға тәуелділік, қан диабеті ауруы себеп болады. Аяқ ауруын дер кезінде емдемесе, ревматизм, аяқтың жұмсақ тіндерінің қысылуы, аяқ тамырларының лимфостазы сынды ауруға ұласуы мүмкін. Кез келген сүйек, бұлшықет немесе жұмсақ тінде қатерлі және де қатерсіз ісіктер дамуы ғажап емес. Аяқ ауруына себеп болатын жағдайларға тоқтала кетсем, варикоз. Сіздің аяғыңызда көзге көрініп тұрған варикоз жоқ шығар. Алайда үңіліп қарасаңыз, варикозды жұлдызшаларды, торды және сіңген тамырларды көре аласыз. Бұл кезде ауру оң немесе сол аяққа емес, екеуіне бірдей ауырлық сезімін тудырады. Көзге ұрып көрінбегенімен айтарлықтай дәрежеде ауыртады. Егер аяғыңызда варикоз болса, кешке аяғыңыз қатты шаршайды, ісінеді, кейде құрсады. Микроэлементтердің жеткіліксіздігі. Аяқтың ауруын анықтау үшін көптеген тексеруден өту керек. Тіпті элементтердің жетіспеуі аяқты ауыртады. Нақтырақ айтқанда, кальций, магний және калий тапшылығы аяқты ауыртады. Сүйек ауырған кезде де ауырсыну сезімі аяқта байқалады. Сіз бірден сүйектің ауырғанын сезбейсіз. Аяғыңыздың ауырғанына шағым айтасыз. Шын мәнінде сүйек аурулардың зардабынан аяқ талықсиды, шаршайды, қақсайды. Оны өз бетіңізше емдей алмайсыз. Міндетті түрде дәрігердің кеңесін алып, қажетті ем шараларын қолданыңыз. Қан диабеті. Бұл ауру көптеген дерттің дендеуіне себепші болады. Қан диабеті ауру анықталған науқас дәрігердің нұсқауымен ем қабылдап азықтануы тиіс. Егер ережені бұзатын болса, бір ауруына 1000 ауру қосатын анық. Сол секілді бұл дерт көбінесе аяқты ауыртып белгі береді. Аяғыңыз ауырып, шаршап, құрысып қалса және тізеңіз қақсап, ауру жаныңызға батып жүрсе, шыдамдылық танытыңыз. Бүгін аяғыңызды емдеу арқылы бірнеше дерттің алдын алуыңыз мүмкін екенін ескеріңіз. Ақпарат ұнады деген ойдамын. Каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз.